яғни сол кезде өзінің балаларына арнап айтқан өсиетін айтады. Сонда ей балам, мына 4 хадиске амал қылсаң, сенің исламың көркем түрде болады, ұстанған дініңді көркем түрде ұстанған боласың деп 4 хадисті айтқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда бірінші хадис, бұл хадистер бізге де қатысты деген сөз қазір. Біз осы 4 хадисті жақсылап түсініп, осыған амал қылуға тырыссақ, көп жерден ұтамыз біз. Бірінші хадисі мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамның ислам дінін ұстанып жүрген дінінің көркем екендігінің белгісі, яғни оның былайша айтқан кезде мінез құлқы, тақуалығының көркемдігінің белгісі таркуху ма ла я'нихи. Өзіне қатысы жоқ нәрсенің барлығын тәрк қылу деп. Өзіне қатысы жоқ нәрсенің барлығын сырып тастау. Бұл адамның тақуалығының белгісі екен, былайша айтқанда. Өзіне қатысы жоқ нәрсемен айналыспау, өзіне қатысы жоқ нәрседен алшақ болу, бұл адамның исламның көркемдігінің белгісі. Ондай болса, қазір біз өзімізге баға берсек болады. Мен қазір қандай дәрежедемін? Мен немен айналысып жүрмін қазір? Егер өзіме қатысы жоқ нәрсемен айналысып жүрсем, демек мен тақуалығым әлі сондай дәрежеде емес, көркемдік жоқ. Бұл Алла Тағаланың назарынан тыс қалғандықтың белгісі екен. Яғни өзіне қатысты емес нәрселермен шұғылдануы адамның Алла Тағаланың назарынан тыс қалғандығының белгісі екен. Біз баға берсек өзімізге, не нәрсемен айналысып жүрмін? Егер Алладан алшақтап, Алланың назарынан тыс қалған болсам, демек мен біреудің ісімен, өзіме қатысы жоқ нәрсемен шұғылда кетеді екен. Ал Алла өзінің жақсы көрген пендесін өзіне қатысты емес болған нәрселермен айналыстырмайды екен. Одан алшақ ұстайды. Алланың сүйікті пенделері өзіне қатысты, ағайын туысқан жақындарына қатысты, ақыретіне қатысты нәрселермен ғана шұғылданып қойды. Ондай болса, Алланың алдында дәрежемізді, тақуалығымыздың қандай екенін білгіміз келсе, не нәрсемен Алла Тағала бізді шұғылдандырып қойды, соған мән беруіміз керек. Есеп беріп отырсың. Қарайсыз да, соған қарап өзіңіздің дәрежеңізді айта беріңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи деген, яғни адамның тақуалығының белгісінен ол өзіне қатысты емес нәрсемен айналыспайды. Бұл бірінші хадис. Екінші хадисі иннамал а'малу бинният. Сахих Бухаридағы ең бірінші келген хадис. Расында барлық амалдар ниетке байланысты. Кез келген амал ниетке байланысты. Ва иннама ликулли имрин ма нава. Және әр адамға өзінің ниет еткен нәрсесі беріледі. Яғни бізге не нәрсе беріліп жатыр? Демек біз соны ниет қылғанбыз дегенбіз. Біз нені ниет қылсақ, Алла Тағала соны береді бізге. Ондай болса, не алып жатырмыз біз? Демек ниетіміз де сондай да. Қандай нәрсе келіп жатса, біздің ниетіміз сондай болады. Онда біздің ниетіміз түзеу керек болады екен. Кез келген нәрсені жасаған кезде, мешітке келе жатқан күннің өзінде ниетіміз түзеу керек. Құран оқып жатқан күннің өзінде ниет түзеуіміз керек. Біреуге мұқтаждығын өтеп жатқан кезде ниет түзеуіміз керек. Үшінші хадисі Әл-халал байин, вәл-хараму байин, байнахума муштабихат, ла я'ламухунна кафирун минан нас. Бұл да Сахих Бухаридә, Муслимда келген хадис. Имам Науави рахматуллахи алейхи өзінің 40 хадис жинағында келтірген хадис. Мағынасы әл-халалу байин. Халал нәрсе айқын көрсетілген. Вәл-хараму байин. Яғни харам нәрсе де айқын көрсетілген. Белгілі. Харам мен халалды ажырата аласың. Байнахума муштабихат. Екеуінің арасында күмәнді нәрселер бар. Ла я'ламухунна кафирун минан нас. Бұл күмәнді нәрсені адамдардың көбісі білмейді дейді. Оны күмәнді деп қарамайды дейді. Көбісі білмейді. Ол неме харам емес болды. Оның неменеге оны күмәнданасың деген сияқты. Оны күмәнді нәрсені көпшілік білмейді дейді. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 14 ғасыр бұрын айтып кеткен хадис. Қазір де дәл сондай ғой, бір зат тұрады, ол харам емес білесіз, бірақ нақты халал екендігін де білмейсіз. Күмәнданып тұрасыз. Біреу харам дейді, біреу халал дейді, біреу макрух дейді, тағы бірдеңе, біреу зиянды дейді, біреу немесе жаңағы ұрланған, немесе тағы басқа бірдеңе.
осылайша күмәнді нәрсе тұрады. Бірақ біз бұны көп жағдайда байқамай кетеміз. Көпшілік адам байқамайды оны. Бәрі жақсы, сатылып тұр ғой, бәрі алып қолданып жатыр ғой, алады да қолдана береді. Бірақ негізі хадистің жалғасында осы күмәнді жайында енді не істейміз деген кезде, енді айтты ғой, харам нәрсе белгілі, халал нәрсе белгілі, екеуінің арасында күмәнді нәрселер бар. Хадистің жалғасында енді кім осы күмәнді нәрседен өзін сақтаса, ол өзінің дінін арын сақтағанмен тең болады. Дінін арын сақтаған болады. Ал кім сол күмәнді нәрсеге кірсе, күмәнді нәрсеге түссе, ол біреудің жекеменшік жерінде соның қасына келіп мал бағып жүргенмен тең болады. Яғни біреудің егістігінің қасына апарып, бір отар қойды жіберіп қойып, қарап тұрған адаммен тең болады екен. Ол адамның сипаты қандай болады? Қандай халде болады? Біреудің егістігінің қасына барып, бір отар немесе бір тарын сиыр жіберіп қойды. Оны жайып жүрген адам қандай сезімде болады? Анаған кіріп кетпей ма? Жоқ, оның ішіне кірген жоқ әлі. Қасында жайып жүр. Ода үнемі үрей болады да. Түсіп кетпей ме екен, былай егістікке кіріп кетпей ме екен деп қайта уайыммен жүреді да ол. Сөйтіп уайымдап жүрген кезде бір күні кіреді ол ар жақтан, байқамай қалады да ол. Ол енді қайсысына ие болады? Бір отар қойдың. Міндетті түрде ар жағынан сол не? Біреудің жекеменшік, яғни егістігіне кіреді. Жаңа күмәнді нәрсеге түсе беретін адамды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай адамға теңеген хадис. Неге? Өйткені ол күмәнді дегеніміз 50-50 ғой. Не ол харам, не халал, 50-50. Енді әр күмәнді нәрсеге жолыққан сайын, яғни харамға түспейтін шығар, харам болмайтын шығар, халал болатын шығар, халал болатын шығар деген жағын ала берген адам харам болмайтын шығар деп соны қорқынышта жүріп, және ол бір күні харамға кіреді. Өйткені хадистің жалғасында айтты. Ал кім сол күмәнді нәрсеге кірсе, не деді? Жаңағы біреудің егістігінің айналасында мал бағып жүрген адаммен тең болады. Ол міндетті түрде мал кіреді деген сөз да пайғамбарымыз сондай даналықпен сөйлеген. Ондай болса күмәнді нәрсенің біз жай ғана күмәнді ғой деп бір жайбарақат жеңіл жетіп қарамауымыз керек оны. Оған барынша сақ болуымыз керек. Өзімізді сақтауымыз керек ол нәрседен. Және осы хадистің жалғасында соңғы жағында не деді? Адам өмір бойы жәннатта амал жасап жүріп, жәннатқа бір қадам қалған кезде тозақи амал жасап, тозаққа кіріп кетуі мүмкін. Тағы бір адам өмір бойы тозақи амал жасап жүріп, тозаққа бір қадам қалған кезде жәннатта амал жасап, жәннатқа кіріп кетуі мүмкін. Және хадистің жалғасында адамның денесінде бір кесек ет бар дейді. Бір кесек ет бар. Ол кесек ет түзу болса, бүкіл денесі түзу болады. Ол кесек ет бұзылса, бүкіл денесі бұзылады. Ол жүрек деді. Яғни жүрек түзу болса, бүкіл денеміз түзу. Жүрек бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Енді сонда ғұламалар айтады, бұл хадисті, яғни біз бұл хадисті алдын естіп жүрдік қой, жүрек кесек бір ет бар, ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Ол түзу болса, бүкіл дене түзу болады деген хадисті жеке өзін естіп жүргенбіз. Негізі бұл хадис жаңағы халал мен харам жайында келген хадистің соңында келтіріледі. Сол кезде бірге айтылған хадис бұл негізінде. Сонда ғұламалар айтады, неге бұл харам мен халал және күмәнді нәрселерден кейін барып бірақ айтты? Себебі адамның жүрегінің бұзылуы және оның түзу болуы, оны харамнан қаншалықты алшақтап, халалға қалай ұмтылғандығына байланысты екен. Жүректің бұзылып немесе түзу болуы біздің харам мен халалға деген қарым-қатынасымызға байланысты. Харамға жақын болсам, жүрек бұзылады. Халалға жақын болып харамнан алшақтасам, жүрегім түзу болады. Осы хадистен кейін келтіргендігінің мәні сода. Бұл үшінші хадис. Енді төртінші хадис. Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахири фальяқул хайран ау лиясмут. Кім Аллаға және ақырет күніне иман келтіріп сенген болса, осы жерде баршамыз сендік қой, Аллаға сендік, ақырет күніне де сеніп отырмыз. Өлгеннен кейін қайта тіріліп Алланың алдында есеп беретіндігімізге сенгеннен кейін осы жерге келіп отырмыз да. Яғни сіздер мен біздерге айтып жатыр бұны. Кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, не дейді онда? Фальяқул хайран ау лиясмут. Онда ол жақсы сөз сөйлесін, жақсы сөз сөйлей алмаса үндемесін, сөйлемесін. Сіздер мен бізге қатысты айтып жатыр.
шынайы иман келтірген болса, тек жақсы сөз сөйлеуге тырысуымыз керек. Бос қалжыңды тастау керек, бос мазақ, бос қалжыңсыз жаңағы ешқандай мағынасы жоқ, бос әңгімелер, бұның барлығын тастауымыз керек. Неге? Өйткені пайғамбар айтып жатыр. Иман келтірген болсаң Аллаға және ақырет күніне, онда тек жақсылық айт. Жақсылық сөз сөйлей алмайсың ба? Онда үндеме деп жатыр. Үндемей қоя салған адам үшін хайырлы екен да ол, мұсылман адам үшін. Біз енді қазір отырамыз да ойымызға келген нәрсенің бәрін айта бере саламыз. Ойға келген нәрсенің барлығын айта беру бұл адамның өтірікші болып жазылып қала салуына жеткілікті екен. Адам ойына келген нәрсенің барлығын айта беруі, естіген нәрсенің барлығын айта беруі бұл не? Адамның өтірікші болып жазылып қала салуына жеткілікті екен. Мынау адам өтірікші деп айта салуға жеткілікті сол. Көп сөйлеп, ойлаған нәрсесін бәрін айта беретін адамға. Ондай болса біз иман келтірген адам ретінде сөйлейтін нәрсемізді сөйлеместен алдын не істеуіміз керек? Сүзгіден өткізіп алуымыз керек. Бізге ақыл деген сүзгі берді Алла Тағала. Ақылға саламыз, сүзгіден өткіземіз. Мына ой кеп тұр, айта салғыңыз келіп тұр. Сол моментте айтпасаңыз, ол қызықсыз болып қалайын деп тұр. Сол кезде айтпасаңыз, ешкім күлмей қойын деп тұр да. Біреу мазақ қылайын деп тұрған бір сөзіңіз шығып тұр. Бірақ сол кезде сіз ойланыңыз да, ақылды берді ғой. Мынаны айтайын ба, жоқ па? Пайдасы бар ма, жоқ па? Сауап бар ма, жоқ па? Әлде күнә жазыла ма? Бұны айтсам біреудің көңіліне тиіп қалмайын ба? Немесе дұрыс нәрсе айтайын деп тұрған болуыңыз мүмкін. Соның өзінде кейбір адамдар дұрыс қабылдамай қалуы мүмкін болып тұр. Дұрыс нәрсе айтатын сөзіңіз. Бірақ дұрыс емес қабылдап қалуы мүмкін, басқалай түсініп қалуы мүмкін. Сондай бір қауіп болған күннің өзінде адам ол сөзді айтпай қойған хайырлы болады. Айтып алып, мен дұрыс нәрсе айттым ғой деп біреудің көңіліне қалдырғанша, онда айтпай-ақ қоя салып, адам бір-ақ рет өкінген жақсы. Бір рет айтып қойып, 20 рет өкінгенше, айтпай-ақ қойып, бір-ақ рет өкінген жақсы екен. Айтпай қойған адам бір-ақ рет өкінеді, неге айтпадым деп. Ал айтып қойған адам неге айттым деп, әр көрген сайын өкінеді екен, 20 рет өкінеді. Енді 20 рет өкінген жақсы ма, бір рет өкінген жақсы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге айтқан өсиеті не деді? Сөйлесең жақсы сөз сөйле, сөйлей алмасаң үндеме. Мінекей осы 4 хадисті Хасан Басри рахматуллахи алейхи бізге таңдап, осы 4 хадиске амал айтшы деді. 4 хадиске амал етсең біраз жерге жетесің деді. Қазір осы 4-еуді айттық біз. 4-еуіне де өзіміздің амал етпей жүргеніміз көрініп қалды. Өзіміз 4 хадистің біреуіне де дұрыс амал ете алмай жүр екенбіз қазір. Біріншісі не болды? Өзіңе қатысы жоқ нәрсемен айналыспа деді. Екіншісі не деді? Ниетін түзе деді, барлық нәрседен. Үшіншісі халал мен харамның айқын көрсетілген күмәнді нәрселер бар, күмәнді нәрседен өзіңді сақта деді. Сақтамаймыз біз өзіміз. Төртіншісі, сөйлесең жақсылық сөйле, әйтпесе үндеме деді. 4 хадистің 4-еуіне де дұрыс амал жасай алмай жүр екенбіз де. Демек осы басқа хадистер қоя тұрайық. Осы 4 хадиске оразаға дейін амал жасап үйренейік. Амал жасап жаттығайық бірімізге, жәрдемдесейік. Көрген кезімізде, ана 4 хадис не болды? Амал жүрсің бе? Біреу ешқандай бір жақсылық иісі жоқ болған бір сөзді айтып жатса, сөйлесең жақсы сөз сөйле, болмасаң үндеме деп бір-бірімізге ескеріп, өзіңе қатысы жоқ нәрсемен айналыспа. Біреудің жаңағы жеке ісіне, жеке өміріне араласып, оны біреуге айтып, жеткізіп, оны сөз тасып, өсек айтып, ғайбат айтып, бұның барлығы өзіңізге қатысы жоқ нәрсемен айналысу есептеледі. Инстаграмға, тикток, ютубқа кіріп, біреудің өмір баянын қарап, ешқандай пайдасы жоқ. Бұл да өзіңізге қатысты емес болған іс-әрекетпен айналысу. Алла субханаху ва тағала баршамызға осы 4 хадиске толықтай амал жасауды нәсіп етсін.